Ассаламуалейкум барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Досымжан Таңатаровтың Аққуым деген әніне бейне сабақ жасаймыз. Осы әнге бізге табыстырыс түскен еді, алдында түскен. Жуырда тағы да түскен сияқты, шатаспасам сол әнге. Енді осы әнге қарай үйренеміз. Бейнеміз басыламай тұрып, каналымызға тіркеліп өтіңіздер, лайктарыңызды басыңыздар. Бейнені аяғына дейін көріп, рекке шығарайық ағайын. Жақсы болар еді соны. Ал, кеттік. Бірінші перне ұстаймыз, қараңыздар. Тағдырым мынау таңдырды, сенсіз атырды. Ұмытамын деп өшіртіп алдым отымды. Оп-оңай, иә? Қараңыздар, көп қолмен жүгіртетін жерлер жоқ. Мен кәдімгідей сіздерге лайф вариант үйретіп отырмын. Яғни бір жақтан өзіңіз айтып тұрып, бір жақтан домбыраны тартып тұрасыз. Әйтпесе құр әуенін тартам десеңіз, кәні онда жыбыр көп кішкене, қол көп қимылдайды. Ал мен болса жеңіл түрін, яғни өзіңіз айтып атып, тек қана домбыраның көшетін аккордтарына ғана кететін жерлерді үйретем. Сонымен бізде сабағымызда қысқа болады, жалпы өздеріңізді тез үйреніп аласыздар. Кеттік, бірінші пернені ұстаймыз. Тағдырым мынау, тағдырым мынау, таңдырды, сенсіз атырды. Басын осылай көрсетіп жүрейін бірден. Басы қала берсін әуенімен, бірінші перне, сосын үстінге екінші перне ұстайсыздар, екінші перне осылай міне. Осы қалпында төмен жоғарға қалады. Сосын аластарды бас бармақпында салынады бірінші пернеге. Төмен, одан кейін екінші пернеге қайдан басамыз, екінші саусақпен жоғары кетеді. Осылай болады. Сосын аластарды бірді басасыздар қайдан. Бірді басып тұрып, үстіңгі төмен жоғарға қағастыр. Осылай. Одан кейін үсті ашылады. Тек қана төмен жоғарға қағылады. Барлығын қосқанда, сосын осылай, сосын ашасыздар. Осы әуеніміз, үйренген әуеніміз бізде екі рет ойналады. Тағдырым мынау таңдырды, сенсіз деген жерге. Енді атырды деген жерде осы дыбыс міне. Осы дыбыс бізде домбырада жоқ үстіңгі дыбысы. Өйткені міне атырды деген жері болмаса ре, болмаса ми нотасы, болмаса фа нотасы, сол бір әуен болу тиіс. Сол атырды деген жері ре екен, ре бемоль екен. Үстінде өзіңіздер білетіндей тек қана реден басталады. Сондықтан да бізге ре бемоль жоқ, именно сол үстін кететін. Сондықтан да ре бемоль жоқ болғандықтан біз бірден мынау екеуміз ұстап тұрып көшеміз. Осылай ұстаймыз да тарта береміз. Атырды, атырды. Төрт рет тартады екенбіз, осы бірді параллель ұстап. Төмен, сосын төмен жоғары. Көп жерде қолданылатын қағысымыз, тарттық, Енді әрі қарай, ұмытамын деп деген жері. Екі, сосын үстіңгі төрт. Мынау саусақпен, сосын саусақпен. Осы жерде осылай екі рет тартасыздар. Бір, екі. Осы қағысымызды төмен жоғары. Тағы да бір рет. Міне, ұмытамын деп
Енді өшіртіп алдым деген жері 1 мен 1. Қайтадан қайтып келеміз. Өшіртіп алдым. Осы жерде тағы да 2 рет. Сонда қосамыз. Ұмытамын деп өшіртіп алдым. И үсті ашылады. Отымды. Бұл жерде 4 рет. Сонда қосқанда бұлай болады, е? 2 жолды қоссақ. Тағдырым мынау таңдырды, сенсіз атырды. Ұмытамын деп өшіртіп алдым отымды. Жасадық ал. Жасадық. Енді 3-ші жолы. Жаным ол сендей деген жері. Астыңғы 2, үстіңгі 4 ұстайсыздар. Жаным ол сендей келместі күтіп жүрмісің. Осы жерде 2 мен 4 ұстағанда бағанағы қағысымыз біздің төмен, төмен жоғары қағысымыз 4 рет жасалады. 1 рет, 2 рет, и 4 рет, қосқанда осы жасалды. Кейін 1 үстіңе 2. Бұл жерде 1 рет кетеді. Одан кейін осы алынады, үстіңе 1 қосылады. Бұл жерге келген кезде 4 рет ойнайсыздар. Сонда жаным ол сендей келместі күтіп жүрмісің. Жасалды. 3-ші жол. Енді 4-ші жол қалды. Жас жүрегіме тұмар қып жазып атыңды. Астыңғы 2, үстіңгі 4 ұстайсыздар. Осы жерде 2 рет ойнаңыздар. Біздің жаңа қағысымызды төмен, жоғары. Яғни төмен, жоғары. Жас жүрегіме. Әрі қарай 1. Бұған да 2 рет. Жас жүрегіме тұмар қып жазып. Сосын үстің ашылады. От атымды. Мына жерде тағы да 4 рет ойнайсыздар. Енді қосайға. Жас жүрегіме тұмар қып жазып атыңды. Жақсы. Куплет бітті. Енді басынан бастап бүкіл толық куплетін қосып көрейік. Тағдырым мынау таң. Мен бағана басында айтқанмын лайф вариант деп. Сол мені ойнап жатырмын. Айтпесе. Осылай үйреткем. Осылай да үйреткенімде жаңағында ойнаңыздар. Болмаса жаңағы менің қолыма қарап отырыңыздар. Бұлай да жасауады 1-ші жолын. Тағдырым мынау. Бірде тұрасыз тек қана. Тағдырым мынау таңдырды, сенсіз атырды. Ұмытамын деп өшіртіп алдым отымды. Жаным ау сендей келместі күтіп жүрмісің. Жас жүрегіме тұмар қып жазып атыңды. Жасадық. Енді қайырмасы керек, жетейін десем жете алмай деген жер. Жетейін десем жете алмай, жүрген жоқпын бай. Мынау кезде жетейін десем деген жерінен бастап, жүрген жоқпын ба деңгейінге дейін осы жерде тұрамыз. 2 үстіне 4. Міне қараңыздар. Жетейін десем жете алмай. Төмен жоғары қағысымызды жете алмай дегенге жерден 4 рет қағады кеміз. Міне 1, 2, 3, 4. Сосын одан кейін жүрген жоқпын деген жерге дейін тағы да 2 рет қағылады осы қағысымыз. Сонда бізде қосқанда 6 рет ойналған болып саналады. Міне 2, 3, 4, 1, 2. Міне осылай 6 рет. 5-6 рет санауға.
жүрген жоқпын. Сосын бай дегенде бірге келеміз қайтып. Үсті ашылып болады. Бай. Осы жерде екі рет қана ойнайсыздар. Төмен, төмен жоғары, төмен жоғарымызды қосамыз. Жетейін десем жете алмай, жүрген жоқпын бай. Жасадық. Ары қарай. Асты 2-ге, үсті 4-ге қайтып барады. Сүйкім дедің. 2 рет ойналады. Төмен, төмен жоғары, төмен жоғары. Сол 2 рет ойналады. 1, 2. Сүйкім дедің. Сосын 1-ді басамыз параллельно. Үсті 1 болады. Осы жерге де 2 рет болады. 2 рет ойналады қағазымыз. Сонда қосқанда сүйкім дедің, періштедің. И үсті ашылады. Пәк едің. Пәк едің деген жерде 4 рет сол немізді ойнаймыз қағазымызды. 1, 2, 3, 4. Қайтып 2-ге келеміз, 2 мен 4-ге. Аңсадың ғой дегенде. Аңсадың ғойды толық ойнағанда 2-4-ті басып тұрып, төмен, төмен, жоғары қағысымызды 2 рет ойнаймыз. 1, 2. Аңсадым ғой. Сосын қайтып 1-ді басамыз параллельно. Оған да 2 рет ойнайсыздар. Қайда жүрсің? Сосын әдем-ау, әдемім деген жер. Әдем-ау, әдем-ау деген жерде үстіңгі ашылады, астың 1-де тұрады. Әдем-ау. 2 рет ойнаймыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, 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 жоғары, төмен, жоғары. 2 рет ойнаймыз. 2 рет. Сосын қайтып үсті бірінші періне басылады. Әдемім. Мұнда басып 1 рет ойнайсыздар ана қағазды. Осылай, сосын үсті ашылады. Әдемім. Үсті ашылған кезде тағы да 4 рет ойнап әнімізді аяқтаймыз, е? Сонда бізде шумағы мен қайырмасы жасалды. Енді біз бірінші шумақпен қайырмасын айтып, екінші шумақпен қайырмасы біткеннен кейін мынандай бір жер бар ғой. Аққуым менің, ақ гүлім едің деген жері. Соныға да үйретіп жүрейін. Сосын сабағымыз аяқтаймыз. Қараңыздар. Енді аққуым менің деген жер. Асты үстіңгі 4 ұстаймыз. Сол жер міне. Көп жүгірмейміз, көрдіңіз де, опай. Аққуым менің, ақ гүлім едің. Осы жерде тұрасыздар да. Неше рет? Өте дұрыс. 4 рет жасаймыз, е? Төмен, төмен, жоғарымызды 4 рет жасаймыз. Аққуым менің, ақ гүлім едің. Жасадық. Сосын 1-ді басамыз қайтып. Ақ ғашығым менің, асылым едің. Ғашығым менің, асылым менің деген 2 сөзді осы жерде тұрып 1-ді бастырамыз. Тағы да сол өзіміздің қағазымыз 4 рет жасалады. Ғашығым менің, асылым едің. Одан кейін үстіңгі 1 басылады. Қиялым менің, ұяңым едің. Қиялым менің, ұяңым едің деген жері осы жерде бастырасыздар. Дәл солай 4 рет ойналады қағазымыз. 1, 2 рет ойналады. Ұяңым менің, ұяңым едің. 2 рет. Сосын аяулы арманым. Мұнда аяулы арманым деген жерде аккорд әдемі кетеді. Бірақ ол әдемілікті көрсету үшін екінші домбыра керек. Қосымша екінші дауысқа. Бір домбырамен дәл осы жері қатты әдемі шыға қоймайды. Енді екінші домбыра болғанда ол жерін қалай нетен қазір көрсетемін. Міне. Басы қалайды? Аққуым менің, ақ гүлім едің, ғашығым менің, асылым едің, қиялым менің, ұяңым едің. Сосын аяулы. Осы үстіңгі ашық тұрады, аяулы деген жерде 2 рет ойнаймыз. Сосын арманым. Арманым дегендегі басы бұлай ұсталынады, міне. Параллельно 1-ді ойнаймыз. 1 рет.
сосын үстіңгі 2 қосылатында. Асты 1-де тұра бер. 4 төлейміз. 1, 2, 3, 4. Сосын әрғары қайырмасы. Жетейін десем жете алмай. Бағана үйреткен жерім. Енді бағана жері аяулы арманым дегенде әдемілікті көрсету үшін бізге екінші домбыра керек деп айттым да. Егер сіз ойнайтын болсаңыз, дәл сол жері былай болады. Міне аяулы арманым. Міне осындай аккорд. Бірақ ана бірінші басында оны көрсете алмаймыз біз, өкінішке орай. Ол үшін жаңа осы әдемілікті көрсету үшін біз екінші дауысты қосу керек болады. Егер дәл сондай ләззатты қаласаңыз, гармония ләззатын. Ал бұлай бір дауыспен ойнай берсеңіз, ойнай беріңіз сонда. Енді бүгінгі үйренгенімізді басынан бастап кәне көрсетіп шығарайын мен. Басынан куплетпен өзім айтып, сосын аққу бағанағы бітірген жерімізге келіп тоқтаймыз. Міне, бірінші перін осаймыз. Сізді домбыраны алыңыз кәне, менімен бірге қайталаңыз кәне. Тағдырым мынау таңдырды, сенсіз атырды. Ұмытамын деп өшіртіп алдым отымды. Жаным-ау сендей келместі күтіп жүрмісің? Жас жүрегіне тұмар қып жазып атыңды. Жетейін десем жете алмай, жүрген жоқпын бай. Сүйкімдедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем-ау, әдемім. Әрі қарай екінші куплет қайырмасы айтылды. Енді аққу менің, аққу менің, ақ гүлім едің, ғашығым менің, асылым едің, қиялым менің, қояңым едің, аяулы арманым. Болмаса, аяулы арманым. Қайырмасы жетейін десем деп әрі қарай кете береді. Ой, удамился, шаршап қалдым. Жарайды достар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аманшылықта болайық. Ассаламу алейкум.